Сайлаудың алдын ала нәтижесі бойынша 6 партия мәреге жеткен. Бұл Қазақстан тарихында бұрын соңды болмаған саяси жаңалық. Орталық сайлау комиссиясы 1 сағат бұрын брифинг өткізіп, соңғы мәліметтермен бөлісті. Қай партия қанша дауыс жинады, халықтың қанша проценті сайлау учаскесіне келді. Тілшіміз Шынар Асанқызы тікелей эфирде айтып берсін. Шынар, біз сізді тыңдап тұрмыз. Кешар, рахмет, Ануар, орталық сайлау комиссиясының төрағасы бұған дейінгі брифингтердің бірінде бұл парламент мүлдем жаңа парламент болады деп сеніммен айтқан болатын. Оны енді уақыт көрсете жатар, бірақ бұл парламенттің ең көп партиялы парламент болатыны анық, өйткені жаңа ғана орталық сайлау комиссиясы 6 партияның өткенін айтты. Сонымен халықтың 54%-ке жуық дауысын жинап, Аманат партиясы алға шықты, одан кейін Ауыл партиясы тұр, құрылған әлі жыл толмаған Республика партиясы да 9%-ке жуық дауыспен қатарластарынан қалыспаған. Өзге партиялардың да жинаған дауысы бір-бірімен шамалас, тек байтақ қана 5%-ық межені еңсере алған жоқ. Жасылдар партиясы небәрі 2%-тен астам ғана дауыс жинапты. Ал халықтың 90% аталған партиялардың еш қайсысын қолдамайтынын көрсеткен. Айтпақшы, байтақ партиясының басшысы кеше экзит-полдың алғашқы нәтижесін көрген кезде жұмысын жалғастыра беретін, осы сайлау алды бағдарламасы бойынша жұмыс істей беретінін жариялады. Сонымен елдегі 12 миллионнан астам сайлаушының 6 миллион 366 мыңға жуығы өз таңдауын жасады. Осы жолы біздің шетелдегі қандастарымызда ерекше белсенділік танытыпты. Олардың 72% дауыс берген. Орталық сайлау комиссиясын таратқан соңғы ақпараттың бас аяғы осындай. Көп рахмет, Шынар. Соңғы ақпараттарыңызға, соңғы мәліметтеріңізге еске сала кетейік. Тікелей эфирде Шынар Асанқызы әріптесім сайлауға қатысты, яғни кім қанша дауыс жинады, қанша қазақстандықтар дауыс беруге қатысты, осыған қатысты соңғы мәліметтермен бөліскен болатын.